Кей тұлғалар жерді зерттейді, кей тұлғалар елді зерттейді. Ал Қаныш Сәтбаев жер қойнауын зерттей отырып, ұлттың болашағын ашқан ғалым еді. Әрбір кеніштің көптеген жыл жазылатын ғұмыр шежіресі, өзіндік өмірбаяны болады. Тағдырлары осы жерде түйіскен жүздеген адамдар жасайды оны. Қаламмен ғана емес, кейде қанымен де жазады. Жас достар, қандай да бір кенді зерттеуде сол шежірені аттап өтпей, сол тарихқа өзің жазғандай мұқият үңілу керек, дейтінді профессор Усов. Ол халықтың алығымен ғылымды біріктірді, топонимдерді геологиялық дерек ретінде қарастырды. Ұлытауға тұңғыш сапарында ол Жезқазғанның арғы-бергі тарихына зер сала үңілген, кеп шыққан төбелердегі барлау жыраларын аралап жүргенде де, кеңгір бойындағы көне қазбаларды, төңіректегі ерте заман ескерткіштерін тамашалап, ел аузындағы аңыз әңгімелерге құлақ түрген. Жас зерттеушіні ең алдымен таңғалдырған жұмбақ жайт кен орындарының таңғаларлық аты еді. Алтын қазған, Күмістөбе, Темірші, Жезтөбе де емес, осы заманның геологиялық кеңесі жан-жақты ғылыми талқылап, оны ойланып, жүз толғанып шешкенде Жезқазған деуі. Жез болса мыс қоспасы. Сол себепті қазақ халқы мыстан жасалған бұйымдарды жез атымен атаған. Мысалы, жезлеген, жез самауыр. Демек, Жезқазған атауын оған кен көзін ашқан барлаушы геолог емес, мына халық қойған. Қашан және қай заманда? Ол кен орнын тек тас ретінде емес, уақыттың куәсі ретінде көрді. Әр қабат мыңжылдықтың ізі, әр белгі табиғаттың хаты. Ғалым үшін жер тірі шежіре болды. Осы ғылыми көзқарас нәтижесінде Қаныш Сәтбаев Жезқазғанның әлемдік маңызы бар мыс кен орны екенін дәлелдеді. Ол жердің үнсіз тілін ғылым тіліне аударды. 1979 жылы кіші ғаламшарға Қаныш Сәтбаев есімі берілді. Бұл ғылымға сіңірген еңбегінің ғарыштық мойындалуы. Жер қойнауын зерттеген ғалымның есімі енді ғарышта жаңғырады. Бұл бір адамның емес, тұтас ұлттың ғылыми биіктікке көтерілгенінің белгісі. Қаныш Сәтбаев жерді таныған ғалым ғана емес, қазақ ғылымын әлемдік орбитаға шығарған ұлт тұлғасы.